Құлақ бұл адам организміндегі сезгі органдарының бірі есептелінеді. Қазір мен сіздерге құлақтың анатомиялық түзілісін қысқаша түсіндіріп өтуге әрекет етемін. Құлақ негізінен 3 бөлімнен тұрады. Сыртқы құлақ, ортаңғы құлақ һәм ішкі құлақтан тұрады. Сыртқы құлаққа құлақ қалқаны, сыртқы есту жолы һәм барабан пердемен тамам болады. Ортаңғы құлақ бұл орта құлақ барабан босылығы. Бұл босылықта жайласқан есту үш сүйекшесі һәм епистахви труба деп айтады. Есту найының құлақ тарепіменен шекараланған болады. Ішкі құлақ бұл улиткадан, мінекей 2,5 айламадағы һәм 3 полукружный каналдан тұрады. Бұның іші эндолимфа, перилимфа сұйықтықтарымен толған болады. Дауысты адам қалай естеді? Дауыс сөйлеген ақта дауыс толқулары құлақ қалқаны арқалы орта құлаққа беріледі, сыртқы құлақ естуіне беріледі һәм барабан пердені тербетеді, яғни қозғалысқа келеді. Барабан перде қозғалғанының себебінен мына барабан босылықтағы жайласқан үш сүйекше қимылдап, ішкі құлақтағы сұйықтықты тербетеді. Осы тербетілгеннің есебінен нерв талалары арқалы бас миге қарап кетеді һәм есту әмелге асырылады. Егер мабада құлақтың қандай да бір жерінде патологиялық өзгеріс болатұғын болса, құлақтың естуі пәсеуі мүмкін. Қызықарлы видеоларымызды көріп барың. Ұнаған болса, лайк басып қойың.